Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге ең сүйікті фильмдарымнан бірі 2007 жылы жарық көрген Жердегі жұлдыздар деп аталатын фильмді айтып беретін боламын. Ишан барлығына тынымсыздығымен танылған 8 жастағы бала. Ол барлық сабақтан ең төменгі балдарды алып сыныптан сыныпқа ауыса алмай қалады. Інісіне қарағанда ағасы Еқан мектептің бетке ұстар оқушысы және де ол мектептен бөлек теннистен үлкен жарыстарға қатысады. Ишан көбіне өзін мазақ ететін көрші балалармен төбелесіп қалады. Бір күні балалардың бірінің анасы Ишанның әкесі Наткишорға шағым жасайды. Ол баламен анасының алдында ұялып кешірім сұрайды. Олар кеткен соң ол Ишанды жазалау үшін еденге итеріп жібереді. Наткишор өз балаларын қатты жақсы көргенмен Ишанның сабақтарды орындамайтыны жалқаулығынан деп есептейді. Келесі күні мектепте ағылшын тілінің мұғалімі Ишанның кітапта тұрған жазуды оқуын сұрайды. Ишан қанша оқуға тырысқанымен оқи алмайды. Мұны мұғалімдер оның бұзықтығы деп ойлайды. Мұғалім оған ұрса бастаған кезде Ишан айғайлап жібереді. Мұғалім оны сыныптан қуады. Бұл Ишан үшін жаңалық емес еді. Ол оқудың көп бөлігін коридорда өткізіп үйреніп қалған. Сол күні Ишан математикадан үй тапсырмасын орындамаған еді. Ол мұғалімнен ұрыс естімеу үшін сабақтан қашып кетеді. Ол көңіл көтеріп далада жүріп сабақ бітті-ау деген уақытта келіп автобусқа отырады. Оның жоқ екенін ешкім байқамайды. Үйде ол сурет салумен айналысады. Оның ең сүйікті ісі сурет салу болатын. Үйде анасы Ишанға үй тапсырмасын орындауға мәжбүрлейді. Ол баласының мүлде жаза алмайтынын байқайды. Ол мұның барлығы еріншектікпен байланысты деп ойлап баласына ұрсып береді. Келесі күні Ишанға сабақта болмаған себебі туралы ата-анасынан қолхат алып бару керек еді. Ол басына бәлеге қалмау үшін ағасынан ата-анасының орнына қолхат жазып беруін сұрайды. Ехан оның енді сабақтардан ешқашан қашпаймын деген уәдесін алғаннан кейін қолхат жазып береді. Ишан қолхатты алып келіп мұғаліміне көрсетеді. Мұғалімі бұл хаттың өтірік екеніне күмәнданбайды. Осы күні математика мұғалімі барлығына тест береді. Ишан тестті шешпек болғанда оған сандар билеп жатқандай көрінеді. Мысалы, бірінші сұрақ 3 пен 9-ды көбейту болатын. Бала өзінің миында 3-ші планета Жер мен 9-шы планета Плутонның шайқасын құрастырады. Оның ойынша шайқас барысында Жер Плутонды жеңіп, сұрақтың жауабы 3 болады деп жазады. Басқа сұрақтардың жауабын жазбай ол тест парағын тапсырады. Достарының сұрағына ол тест маған қатты ұнады деп жауап береді. Келесі күні Ишанның әкесі Наткишор командировкадан келеді. Ишан әкесінің келгеніне қатты қуанып оны құшақтайды. Бірақ таңғы ас барысында Наткишор Ишанның ағасына жаздырып алған өтірік қолхатын тауып алады. Осылайша ол Ишанның үнемі сабақтан қашып көшеде ойнап жүретінін біледі. Келесі күні Ишанның ата-анасы мұғалімдермен және директормен кездесуге барады. Мұғалімдер оның үстінен шағым жасайды және де оның математикалық тесттен ең төменгі балдан алғанын айтады. Директор ата-анаға Ишанды мүмкіндігі шектеулі балалардың мектебіне алып баруды ұсынады. Наткишор баласының мүгедек деп аталуын сіңдіре алмайды, бірақ олар баласының болашағы үшін оны мектеп-интернатқа жіберуге шешім қабылдайды. Ишан барғысы келмей ата-анасына жібермеңдер деп жылайды. Ата-анасы балаларын жіберуге қимағанымен оның болашағы үшін бұл ең дұрыс шешім деп ойлайды. Сол күні Ишан түсінде анасын топ адамдардың ішінде жоғалтып алғанын көріп ұйқысынан жылап тұрады. Ол анасынан мектепке жібермеуін сұрап қатты жылайды. Анасы баласын қимай жүрегі ауырғанымен күйеуінің сөзінен шыға алмайды. Ишанды мектеп-интернатқа алып кететін күнде жетіп келеді. Олар Ишанды алып келеді. Директор оған барлық жермен таныстырады және де оған ата-анасын айына бір-ақ рет көруіне болатынын айтады. Бұл ата-анасынан ешқашан айырылмаған 8 жасар бала үшін өте қиын сынақ еді. Мектеп директоры бұл жерде өте қатал екенін және де оның бұзықтықтарын көтермейтінін айтады. Мектепті қарап болғаннан кейін ата-анасы қанша қиын болса да балаларын тастап үйіне қайтады. Ишан машинаның ізінен біраз уақыт қарап тұрып кеш батып кетеді. Кеш батқан соң оны интернатқа кіргізеді. Осыдан кейін бала тамақ жемейді, ешкіммен сөйлеспейді. Ал түнде болса ол барлығы ұйықтап қалған соң ваннаға кіріп қатты жылайды. Бұл уақытта үйге келген Майя баласының дәптерге өзінің отбасынан қалай алыстап бара жатқанын салған суретті көріп қатты жылайды. Ол баласының отбасынан бөлек қалудан қатты қорқатынын түсінеді. Мектеп-интернатта Ишан өз жұмысын өзі жасауға тырысып жатады. Сабақтың бірінші күні үнді тілінің мұғалімі Ишанды ең бірінші қатарға ең жақсы оқушы Раджамен бірге отырғызады. Біраз уақыт өткен соң барлық мұғалімдер Ишанды есі дұрыс емес деп санайды. Ол сабақтарда жаза алады. Басқа мектепке ауысқанымен ештеңе өзгермейді. Ишан бұрынғыша мұғалімдерден ұрыс естіп, олардың таяғын жеп жүреді. Осыдан кейін бала енді жақсы оқуға тырыспай, кітаптарының барлығын мусорға тастап, өзіне деген жек көрушілік қалыптастырады. Ата-анасының келесі келуінде Ишан бөлмеге кіріп есікті жауып алып жылайды. Ол өзін тыныштандыру үшін Поляны айналып жүгіреді. Сол күні ата-анасы Ишанды интернаттан біраз алыстату үшін
үшін оны қонақ үйге алып барады. Ағасы Ишанға сурет салатын қаламдар сыйлайды, бірақ ол Ишанның біраз уақыттан бері сурет салуды қойып кеткенін білмейтін еді. Келесі күні отбасы тағы да Ишанды интернатқа әкеліп тастап өздері қайтып кетеді. Ишан өзін ешкімге керек болмай қалғандай сезінеді және де мектептің жоғарысынан секірудің қалай болатынын ойлап тұрады. Оның ойын осы жердегі жалғыз досы Раджан келіп бөледі. Ол бүгін суреттен жаңа мұғалім келетінін айтады. Ишан бұған қатты назар аудармайды, өйткені оған бірде-бір мұғалім ешқашан көмектеспеген еді. Бірақ жаңа мұғалім Рам оқушылардың көңілін көтеру үшін сайқымазақтың киімімен сыныпқа кіреді. Ол өлең айтып барлығын билетеді. Басқа мұғалімдерге қарағанда ол өте көңілді болатын. Ишан мұның ешқайсына назар аудармай отыра береді. Бірінші сабақта Рам барлығына өздері қалаған бір нәрсені сызуды айтады. Барлығы өздерінің ойына келген неше түрлі нәрселер сыза бастайды, бірақ Ишан сызбақ түгілі қолына қаламды алмайды. Мұны көрген Рам балаға ойлану үшін біраз уақыт керек шығар деп ойлайды, бірақ барлығы сызып болып сабақ біткен соңда Ишан ештеңе сызбайды. Рам уайымдап не болғанын сұрайды, бірақ баладан жауап алмайды. Сол күні Майя Ишанға хабарласады. Ишан трубканы көтеріп үндемей тұрады. Ол баласына келесі кездесуді бір аптаға кешіктіру керек екенін, өйткені ағасы Иханның теннистен жарысы бар екенін айтады. Осы сөзден кейін Ишан өзінің отбасына керек емес екеніне сенімді болып трубканы қойып кетіп қалады. Келесі күні Рам есіктің алдында тізерлеп отырған Ишанды көріп қалады. Ол баламен қызыға бастайды. Ол Ишанның досы Раджаннан бала туралы сұрайды. Раджан оған Ишанның әріптерді қиын түсінетінін айтады. Рам алғаш рет мүмкіндігі шектеулі балаларға сабақ беріп жатқан жоқ еді. Ол баламен қатты қызығып өзінің бұрынғы дәптерлерін қарап салыстыра бастайды. Сөйтсе бала Рам кішкентай кезінде ауырған психикалық аурумен ауыратын болып шығады. Мұны көрген Рам балаға қатты көмектескісі келеді. Осылайша Рам баланың проблемасы неде екенін түсінеді. Бірнеше аптадан соң ол Ишанның ата-анасымен кездесуге барады. Рам анасынан Ишанның бөлмесін көруді сұрайды. Ол Ишанның бөлмесіне келіп оның сурет салатынын біледі. Оның көңіл күйі тағы да түсіп кетеді, өйткені бала өзінің ортасындағы адамдардың кесірінен сурет салуды тоқтатып қойған еді. Наткишор өзінің баласының өте жалқау екенін айтады, бірақ Рам оларға Ишанның психикалық ауруы бар екенін айтып береді. Ол Ишанның көбінесе әріптерді терісінен көретінін және де ауруына байланысты аяғындағы бауын байлай алмайтынын айтады. Наткишор бұл шындықты қабылдай алмай Рамды баламды мүгедек деп атадың деп айыптайды. Осы кезде Рам Наткишорға басқа тілде жазылған бір жазуды беріп оқуын сұрайды. Наткишор мен бұл тілді білмеймін деп Рамға ашуланады. Осы кезде Рам баланың оқи алмай, басқалары оны ақымақ деп санаған кезде қандай сезімде болғанын көрсетеді. Наткишор баласының сурет салу арқылы ештеңеге жете алмайды деп есептейді, ал Рам болса мұның терісін дәлелдеу үшін жұмыс жасай бастайды. Келесі күні сабақта Рам балаларға өте ұлы адамдардың кішкентай кезінде дұрыс оқып жаза алмағандығын айтады. Ол сабақты нашар оқыған актерларды да мысал ретінде көрсетеді. Мұның барлығы Ишанды өзін кішкене болсын жақсы сезіндіреді. Рамның лампочканы кім ойлап тапты деген сұрағына біраз уақыттан бері сөйлемеген Ишан Томас Эдисон деп жауап береді. Мұны көрген Рамның баланың оқып кететініне сенімділігі артады. Келесі күні балалар көлдің жағасында отырғанда Ишан резинкаларды пайдаланып кеме жасайды. Рам оның талантына таң қалып жасаған кемесін әкеліп үйіне сақтап қояды. Ишанның шығармашылыққа деген қызығушылығы қайтадан пайда болады, бірақ ол басқа балалар сияқты оқып үйреніп кету үшін өте ауыр жолдан өту керек еді. Келесі күні Рам директордың алдына келіп Ишанның проблемалары туралы айтады. Ол мұғалімдердің барлығы Ишанға біраз назар аударып оқытуы керек дейді. Бірақ директор Ишанды басқа балалардан бөліп бұлай жасауға болмайтынын айтады. Осыдан кейін Рам онда мен Ишанды сабақтан кейін алып қалып өзім жаттықтырайын деп сұрайды. Директор оған рұқсат береді. Келесі күннен бастап Рам балаға сабақ өтуді бастайды. Ол түрлі жолдарды пайдаланып балаға әріптерді үйретеді. Осылайша бала бар жоғы 2 айдың ішінде әріптерді түсініп сандарды ажырата бастайды. Келесі күні Наткишор Рамға келеді. Ол мұғалімге балаларын үнемі қатал тәрбиелейтінін және де мұның дұрыс жол деп санайтынын айтады. Бірақ Рам әкесіне осының арқасында бала өзіне деген сенімділігін жоғалтқанын айтады. Наткишор бұған қарсы тұра алмайды. Кетіп бара жатқанда ол есік алдында жазылған хабарламаны оқуға тырысып жатқан Ишанды көріп қалады. Ол баласына білместен өзі зиян келтіргенін түсініп, баласының бетіне қарай алмай жылап кетіп қалады. Бірнеше күннен кейін Рам мұғалімдер мен оқушыларды жинап алып, көңілдерін көтеру үшін суреттен жарыс өткізеді. Ишан алғаш рет ағасының берген сыйлығын ашады. Барлығы жиналып сурет салуды бастап кетеді. Тіпті мұғалімдердің өзі бұл жарысқа беріліп, қызығушылықпен сурет сала бастайды. Жарыстың соңында Ишан өзінің көлдің жағасында отырған суретін салады. Ол суретті Рамға көрсету үшін алып келеді.
және де ол Рамның өзінің портретін салғанын көріп аузы ашылып қалады. Жеңімпаздарды жариялау уақыты келеді. Директор сахнаға шығып, жеңімпаздың суретін мектеп альбомының бетіне қоятынын айтады. Сонымен қатар директор жарыстың өте қиын болғандығын және де суреттердің ішінен екі адамның суретінің ерекше ұнағанын айтады. Бұл суреттер Ишан мен Рамның салған суреттері еді. Ақыр соңында Ишан жеңіске жетеді. Барлығы оны қошеметтеп сахнаға шығарады. Ишан алғаш рет өз қабілетінің бос емес екенін сезінеді. Ол көзінде жасымен мұғаліміне қарап жүгіріп, Рамды қатты құшақтайды. Соңғы сахнада Ишанның ата-анасы директормен кездесуге келеді. Директор оларға баласының өте талантты екенін айтады. Және де ол мектеп альбомының бетіне қойылған баласының салған суретін көрсетеді. Олар балалары туралы ешқашан мұндай мақтау естімеген еді. Сонымен қоса директор Рамның Ишанға үйрету үшін бар күшін салғанын да қоса кетеді. Осыдан кейін ата-ана басқа мұғалімдермен де кездеседі. Мұғалімдердің барлығы Ишанның балдарының жоғары екенін айтады. Ата-анасы балаларының күліп ойнап жүргенін көріп, көздерінде жаспен қарап тұрады. Надкишор Рамға өз алғысын білдіріп, оған деген құрметсіздігі үшін кешірім сұрайды. Фильмнің соңында Ишан ұстазымен қимай қоштасып, жазғы каникул үшін өзінің үйіне кетеді. Осымен фильм аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Фильмді әдеттегідей төмендегі комментарийда 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де қолдау білдіру үшін каналымызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.